Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сазаннан осындай ерекше көктал атты тағам дайындаймыз. Бұл өте дәмді және оңай дайындалатын ас. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: картоп, қызанақ, пияз, сазан балығы, балыққа арналған дәмдеуіш және тұз. Сонымен қатар майонез. Сазан балығымызды ағып тұрған судың астында жақсылап жуып аламыз. Сосын жотасынан тіліп, осылай видеодағыдай екіге бөлеміз. Ішек қарнын тазалаймыз, желбезектерін алып тастаймыз. Сосын противенге пергамент қағазын төсеп, осылай орналастырамыз. Балықтың омыртқасын әр жерден осылай тілеміз. Балықты шамалы тұздаймыз. Балыққа арналған дәмдеуішті себеміз және қолмен жағып шығамыз. Майдалап туралған пиязымызға шамалы майонезді қосып, қолмен мұжимыз. Пиязымызды балықтың үстіне қоямыз. Пияздың үстінен картопты қойып шығамыз. Тағы да пияз қоямыз. Қызанақты қойып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста балығымызды 50-60 минут пісіреміз. Мінекей достар, біздің көктал атты тағамымыз дайын болды. Бұл көктал тағамының ерекшелігі: балықты дайындайтын кезде сыртында қабығы аршылмайды. Бірақ тағам піскен кезде еті қабығынан оңай алынады. Осындай ерекше тағам. Достар, егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басуды және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналымның дамуына үлестеріңізді қосып, басқа да әлеуметтік желіде осы каналдың ссылкасымен бөлісе кетіңіздер. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.